Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желіні пайдаланушы біздің достарымыз, біздің Ұран YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Енді біздер осыған дейінгі жазбаларымызда түрлі мәселелерді көтердік. Ұлттық мәселелер, ұлттық мүдде, тәрбие, экономика, бизнес, тағысын тағы. Біздің студияда бүгін тұңғыш рет таза, нағыз мемлекеттік қызметші, және де осы істе жаңа президентіміз ұстанған позицияларды еліміз бойынша, жалпы өңіріміз бойынша насихаттап, жүзеге асырып, белсенділік танытып жүрген азаматтардың бірі Мұрат Байсалов қонақта. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңес төрағасы. Қош келдіңіз. Енді мына лауазымыңыз тым ұзақ болғасын оқып жатқаным ғой. Мен айттым ғой, жаңа бірінші рет таза, шенеунік деп қалсам ренжіп қалмайтын боларсыз. Шенеунік, таза мемлекеттік қызметкер бізге көп келмейтін еді. Осыған дейін жаңа депутаттар басқасы болды, журналистер болды, белсенділер болды. Бірақ өзімде ойлап жүрген өте бір маңызды фактор. Мемлекетке қызмет ететін азаматтар, соның ішінде жауапты лауазымдағы азаматтардың осы жерге келіп, әңгімені ашығынан дұрысынан айтқаны деп. Негізгі мақсат сол еді. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Рахмет, көп. Енді мұна айтамыз ғой, мемлекетіміз қазір үлкен бір өтпелден өтіп жатқан кезең. Ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан, басқасы деген сияқты әңгімелер көп айтылады жалпы. Халықта бір ғана түсінік бар қазір. Көп жағдайда деп айтайын, енді барлығы бірдей емес, оған сөзсіз барлығын бірдей топырақ шашпаймыз. Мемлекетшіл, мемлекеттік қызметкерлердің көп жағдайда жаңағы неге ашық емес, неге бізге шығып айтпайды деп, тіпті тек қана өңірлер емес, аудан атқарушы билік емес, жергілікті министрліктердің өзінде жаңа министрлер шығып алып қаша жөнеледі. Неге айтпайды? Содан кейін халықтың арасында осындай бір түсінік қалыптастырады. Ойбай, мемлекеттік қызметкер сұхбаттан қашады, шама келгенше бұғып қалады, не жасап отырған жұмысын айтпайды, не шешімін айтпайды деген сияқты. Сол стереотипті қалай жоямыз? Қазір таңда енді сіз өте өзекті мәселелердің бірін қойып жатсыз. Соның ішінде мемлекеттік қызметші өзінің қызметін атқару кезінде әрқашан ашық болу керек. Өзінің істеп жатқан жұмысында халық оны білу керек. Мысалы, халықта қазір дұрыс емес бір стереотип қалыптасқан. Мемлекеттік қызметші деген ол күнделікті жиналысқа барады, немесе компьютердің алдында телефонмен жұмыс істеп жатқан адам деп. Бірақ күнделікті мысалы мемлекет тарапынан істеліп жатқан жұмыстың барлығының бастамасында оның орындаушы ретінде біздің мемлекеттік қызметшілер. Сол тұрғыда халыққа өзінің істеп жатқан жұмысын ашық жария етіп, оны көрсете білу керек. Мысалы, күнделікті кеше ғана болған, мысалы, ауа райының жағдайына байланысты Орал қаласында мұз, көктайғақ мұз қатып қалды. Күні бойы, мысалы, коммуналдық мекемелер сол бағытта жұмыс істеді. Мысалы, әкімдіктің тиісті бөлім қызметкерлері соның басында тұрды деп айтсақ болады. Қазір, мысалы, аяз қатайып жатыр. Барлық азаматтар күнделікті үйлерінде жылу болу, мысалы, светтің болу, ол мемлекеттің тарапындағы жауапты мекемелердің құзыреті, олар былай айтып жатқанда істеп жатқан жұмысы. Бірақ ол туралы көп жағдайда, мысалы, азаматтар, тұрғындар білмеуі мүмкін, бірақ мемлекеттік қызметшілер күнделікті өзінің жұмысын атқарып жатыр. Қай жерде болмаса да, мысалға, аулаңа шықтың, енді жарығың басқасы барлығына мемлекеттің қатысы бар ғой тікелей. Сізде, мысалы, үйіңізде таңда тұрған кезде, үйіңізде жылу болса, мысалы, суыңыз бар, мысалы, электр жабдықпен бәрі қамтамасыз етілген, оның барлығы тұрғылықты үзбей жұмыс атқаруын қадағалап отырған, мысалы, коммуналдық шаруашылық бөлімінің қызметкерлерінің арқасында. Сол себептен менің жалпы ойым, ұстаным, кез келген мемлекеттік қызметші өзінің қызметін атқару кезінде ашық болу керек.
ол өзінің жұмысын көрсете білу керек. Мысалы, күнделікті істеп жатқан жұмысы туралы халық хабардар болатын болса, онда сіз айтқандай ода дұрыс емес ұғым, дұрыс емес позиция қалыптаспайды. Қалыптаспайды. Иә, ол егер күнделікті өзінің жұмысын көрсетіп отырса, мысалы, әлеуметтік желілерді пайдаланып, кез келген түрде газетке шығу емес қой. Иә, қазір цифрлық әлемде жұмыс істеп жатырмыз. Сіздің ақпарат қол жеткізу жолдары өте көп, былай айтсаңыз. Интернет болсын, әлеуметтік желілер болсын, әлеуметтік желілер арқылы, мысалы, өзінің жеке парақшалар арқылы менің негізгі қызметім осындай жұмысты атқарып жатырмыз десек, бірқатар халықтың тобы сол туралы тиісті ақпараты болады. Сол себептен қазір таңда енді біз мемлекеттік қызметшілерді ашықтық, бұқаралық ақпарат құралдарымен, қоғаммен байланыс, былай айтқанда қабілеттерін арттыру бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әлі де болса бәсең емес пе? Себебі қашатындар әлі көп қой. Бұғатындар, сұраққа жауап бермейтіндер. Қашатындар да бар, себебі оған енді былай айтқанда тез үйреніп кетуде мүмкін емес қой. Оған уақыт керек, кезең-кезеңмен біз осы жалпы ашықтық қағидатын енгізіп жатырмыз. Кез келген мемлекеттік қызметші қызмет көрсету кезінде, қызметін атқару кезінде әрқашан ашық болу керек. Бұл енді таза президенттің позициясы ғой, солай ғой. Ашықтық пен жариялылық, иә? Ашықтық, жариялылық айтады да жүреді. Енді жергілікті деңгейлерге келсек, бұғып-сұғып қашатын әлі де бар. Тілшілерге сұхбат береді десең, атымен таба алмай қалатын бастықтар бар. Ондай бар. Ол бар. Егер мысалға қазіргі біздің екеуміздің әңгімемізден түйетін бір ғана ой, егер басшылықта жүрген, тізгінде жүрген, билікте жүрген лауазымды азаматтар сұхбаттан, өзіне қатысты, бұл жерде ешкім бар қалтасындағы ақшаны санамайды ғой, жұмысына қатысты мәселені сұрайды. Егер сол сұрақтарға жауап бермей жалтарып қашатын болса, таза президент Тоқаевтың бастамаларына қарсы шығып, оған бағынбай жүр деген пікір қалыптасады. Мен жалпы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сұрақтарға жауап бере алмайды, қашат дегеннің өзінде, мысалы, сен нақты сол ситуацияда, мысалы, сұраққа жауап бере алмайтын болсаң, сол мен айтып отырғаным дәл сол мәселеге қатысты деймін. Ол мысалға басқа бірдеңені сұрап тұру мүмкін, сұрайтындардың да түрі бар ғой. Сол мәселеге қатысты ақпаратың болмаса да, мысалы, мен ұстаным, ол мәселе өте қазір өзекті болып тұруына байланысты, маған мүмкін 1 сағат, 2 сағат беріңіздер, мен сіздерге сол бойынша білмесең де ақпарат беруге тырысам деп айтса, мысалы, оның өзі дұрыс қабылданатын нәрсе. Ал мысалы сен жаңағы интервью беруден немесе сұхбат беруден қашатын болсаң, міндетті түрде ол негативті, былай айтқанда, тудыратын болады нәрсе. Жақсы, келесі сұрағымыз. Президент Тоқаевтың өзінің бастамасымен жаңағы жастар кадр резерві бар. Өңірлерде де іске асып жатыр. Жалпы мына кадр саясаты еліміздегі көп жағдайда осыған дейін көп сынға ұшыраған. Болмаса бір министрлікке, сол министрлікке жауапты болатындай не білімі жоқ, не тәжірибесі жоқ адамдарды алып келеді. Болмаса кейбір жағдайларда басшылар өз орнында отырған жоқ. Яғни не сойса да, қасапшы сойсын дейді ғой, тышқан сойса да, шымшық сойса да деймін. Әркім өз ісімен айналысу керек деген түсінік қой. Бізде осы кадр саясаты, президенттің жаңа бастамалары бар, резерв бар, басқасы бар, жаңадан шығарып жатыр. Жаңа алдағы 1 наурыздан бастап өңірлік кадр резервілеріне жасақталады, құжаттар қабылданады, мысалы да 15 адам ертең резервте тұрады. Жалпы мына кадр саясат, президенттің бастамалары жақсы бәрі. Бірақ соны жүзеге асу барысы. Ертең бұдан нәтиже болады деп ойлайсыз ба? Себебі кадр саясатына қатысты түрлі реформалар осыған дейін де болған. Міндетті түрде өз әсерін тигізетін. Сенімдісіз ғой? Сенімдімін, себебі қазіргі таңда мысалы біз жастардың өзіне үлкен мүмкіндік беріп отырмыз. Оның басты мақсаты қазіргі таңда елімізде, әр өңірде жас басқарушылардың пулын қалыптастыру, және ол жастар кейін елме, сол туған жерме, өңіріме үлес қосам деген, былай айтқанда, ұстаным болу керек. Ол бағытта атап өтетін болсақ, мемлекеттік қызметке
жалпы мемлекеттік басқару жүйесіне бірқатар өзгерістер енгізілген болатын. Оның ішінде қазір ауылдық, аудандық деңгейде енді барлығымызға мәлім, мысалы кадр тапшылығы бар. Сол мәселені дәрігерлер жетіспейді. Дәрігерлер болсын, мұғалімдер барғысы келмейді болмаса ауылдық жерге. дәрігерлер болсын, мұғалімдер болсын, мысалы мемлекеттік органдардың өзінде көптеген жағдайларда вакансиялар болып жатады. Сол себептен осы мәселені нақты шешу мақсатында біз заңнамалық тұрғыда өзгеріс енгіздік. Атап айтатын болсақ, ауылдық, аудандық деңгейде төмен тұрған лауазымдарға егерде жоғарғы оқу орнының түлегі мемлекеттік грантпен оқып GPA жақсы болатын болса, 3.33-тен төмен болмаса, ол конкурссыз тікелей тағайындауға мүмкіндігі бар. Аталған азамат, мысалы, жас маман мемлекеттік қызметке тұрған кезде немесе басқа да салаларға орналасқан кезде ол дипломмен ауылға бағдарламасы аясында мемлекет тарапынан көмек алады. Несие ақшасы, жаңағы тұрғын үй мәселесін шешу және көтерме ақшасын да алуға мүмкіндігі бар. Соған қоса облыс әкімі, өңір басшысы қаладан ауылға деген пилоттық жобаны іске асырып жатыр. Ол өз кезегінде былай айтқанда ауылдық деңгейде кадрдың толығымен мәселесін шешуге біріншіден мүмкіндік береді. Екіншіден сол жерде кадр тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Және үшіншіден ол бастаманың іске асырылуы былай қарағанда мультипликативті эффекті береді. Атап өтетін болсақ, мысалы, сен тұрғын үй салу кезінде соған қасында жүрген салалар, құрылыс саласы, жеткізу саласы, немесе салушыларды дайындау, соған ұқсас салалардың барлығы бірге дамиды. Экономиканың өзі де ауданның деңгейінде дамуды серпін көрсете бастайды. Сосын негізгі мақсат ауылды сақтап қаламыз ғой. Ауылда, мысалы, бәрімізге мәлім, мектеп жабылып қалу қауіп бар. Бала саны жетпейді. Бала саны жетпеуіне байланысты жас отбасылар бармайды. Бала болу үшін. Қазіргі таңда енді осы мемлекет тарапынан қолдаудың арқасында, мысалы, ауылдың тұрғындары, жас тұрғындар көбейді. Соның арқасында мектептерде, бала бақшалардың да, олай айтқанда, тұрақты негізде жұмыс істеу мүмкіндігі болатын болады. Ал жалпы мемлекет басшысының бірқатар бастамалары бар. Соның ішінде президенттік жастар кадр резерв қалыптасты. Осы қазіргі кезеңде 3 іріктеудің қорытындысы бойынша 400 резервші көптеген жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалған болатын. Атап өтетін болсақ, 72% жоғары тұрған мемлекетіміздегі мемлекеттік басқару жүйесінде жұмыс істеп жатыр. Қателеспесем, сөзіңіз аузыңызда. Сіз де сол резервтен шыққан азаматсыз ғой? Сол резервтің мүшесімін. 2021 жылы 50 резервшінің қатарына кірген. Іріктеліп өтіп, қазір үлкен лауазымды қызметте істеп жатырсыз. Үлкен лауазым десек де болады, бірақ өте жауапты ғой. Жауапты лауазым десем болады. Себебі мемлекет тарапынан басқару жүйесінде саясатты іске асыратын және мемлекеттік қызметшілердің, бұл айтқанда, құқықтарын, мемлекеттік көрсетілетін қызмет алушылардың құқықтарын толығымен қамтамасыз ету жолындағы қызметтің бірі. Соған қоса, президенттік жастар кадр резервіне қоса, біз өңірлерде осы жылдан бастап өңірлік кадр резервін қалыптастыруды бастадық. Атап өтетін болсақ, ол іріктеу 1 наурыздан бастап өз бастамасын алады. Маусым айының ортасында іріктеуді толығымен барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін резервке 15 резерв анықталып қойылатын болады. Олар кейін сайланатын лауазымдарды есептемегенде жоғары тұрған лауазымдарға тікелей конкурс тағайындауға мүмкіндік алатын болады. Енді олар ұсынылған лауазымға келісе ма немесе бас тарта ма, олардың жеке мәселесі ғой. Енді ол жағын біз еш реттей алмаймыз, бірақ мемлекет тарапынан уәкілетті орган ретінде біз оларға барлық әлеуметтік лифт ретінде жағдай жасаймыз. Жақсы, рахмет. Енді келесі сауалымыз, жаңа бағдарламамыздың басында айтып өттім. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деген сөзді жиі айтамыз. Ал енді осындағы мемлекеттік қызметшілердің ең басшысы дегеніңіз өзіңіз ғой. Ең әдепті деуге болады, әдеп жөніндегі. Әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы ретінде ең әдепті мемлекеттік қызметші деуге болады. Енді сіздің түсінігіңізде жаңа Қазақстан деген сөзді қалай түсінесіз? Жалпы ол нені білдіреді? Құр сөз бе әлде?
Жоқ, менің түсінігімде жаңа Қазақстан деген ұғымды мемлекеттік қызметші ретінде мен еліміздің дамуына, оның экономикалық өсуіне үлес қоса алатын. Сонымен қатар азаматтардың былай айтқанда жағдайын жақсартуға, әлеуметтік жағдай бірінші кезекте. Әлеуметтік жағдайы, сонымен қоса былай айтқанда солардың өмірінің сапасының жақсаруына қандай үлес қосады және қандай мүмкіндік жасайды деген. Осымен өлшенеді дейсіз ғой жаңа Қазақстанның? Менің ұғымым бойынша мемлекеттік қызметші әр азамат өзінің былай айтқанда ұстанымы болу керек. Және өзінің мемлекетке не бере аламын деген былай айтқанда позициясы болу керек. Менің ойымша қазіргі таңда біз жаңа жүйені қалыптастыру кезінде жаңа жүйеге мемлекеттік қызметші ретінде қандай дамуына үлес қосам деген ұстаныммен соның өзінің қызметін атқару кезінде тиімді әлі оны жақсы деңгейде атқару тиіс деп ойлаймын. Сол сіз үшін жаңа Қазақстан? Мен үшін әділетті жаңа Қазақстан деп санаймын. Құр сөз емес қой? Құр сөз емес. Кез келген, енді мен өзім мысалымда келтірсем де болады. Мемлекеттік қызметшілердің немесе көрсетілетін қызмет алушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында біз көптеген талдау, бақылау жұмысын жүргіземіз. Сол бағытта біз жүйелі жұмыс жүргізіп жатырмыз деп айтсақ болады. Рахмет. Біздің бағдарламамыздың да жалпы жүргізу стиліміздің де форматы сол, қарапайым тілмен жеткізу керек. Сіз айналып келіп шенеунік екеніңізді көрсетіп қойып жатсыз дегенмен де. Жоқ, жалпы айтып жатқанда мысалы күнделікті мен өз жұмысымда істеп жатқан жұмысыммен жаңа Қазақстанның қалыптасуына өзімнің үлесімді қосу керек. Дәлелдеу керексіз және? Иә, сонымен дәлелдеу керекпін. Оған менің нақты өлшенетін, былай айтқанда қызметінің нәтижесі болу керек. Бар басшылар солай деп ойлайсыз ба? Әкім қара басқалар? Барлығы сондай болу керек деп ойлаймын. Бірақ олай емес пе? Кейбір жағдайларда ондай болмауы да мүмкін. Жақсы. Ал енді жаңа айттық қой, мемлекеттік қызметкер бұл жабық, сұраққа жауап бермейтін, жалтарып қалатын, бұғып қалатын, үндемей қалатын, жасырынып қалатын, депутаттар болса ұйықтап қалатын деген сияқты бір түрлі пікірлер болады. Жақсы, енді оны халықтың арасында түрлі әңгіме жүреді ғой. Барлығы мемлекеттік қызметкер, я болмаса лауазымды қызметтегілердің барлығын бай деп ойлайды. Мүлігі көп, коттеджде тұрады, шетелде бар жазығы сайын демалып келеді. Осылар елдің байлығын жеп жатыр. Осылар кәдімгі таза жемқорлар, таза жаңағыдай мемлекеттің қаражатын ұрлаушылар, осылар деген сияқты бір түсініктің әлеуметтік желіні, әсіресе Facebook желісін ашып қарасаң, ой, неше түрлісі естуге болады. Жеке мүлкіңіз туралы айтыңызшы, сіз енді жас маман деуге де келеді ғой сізді, қандай басшы болсаңыз да. Жасым 35. Иелігіңізде не бар? Иелігімде әзірге сіз жастардың қатарындасыз. Бір жылдан кейін жоқ. Сол қатардан шығып қалам. Расында дұрыс емес былай айтқанда. Жоқ, мүлігіңіз бар ма? Мүлігім бар, Астана қаласында пәтер бар. Неше бөлмелі? 2 бөлмелі пәтерім бар. Оны Камри көлігіңіз бар ма? Жоқ, ондайым жоқ. Не дейсіз сонда? Жеке жұмыс қызметтік көліктен бөлек? Қызмет атқару кезінде қызметтік көлігім бар. Оған қоса жеке мәселелерім бойынша былай айтқанда інімнің көлігін аласыз. Інімнің көлігін пайдаланудамын. Себебі қазір енді бизнес саласында ол атқарып жатқаннан кейін оның мүмкіндігі көбірек. Сол себепті ол маған бір көмек ретінде. Ініңіз осында ма, Оралда? Оралда жұмыс атқарған, қазір Алматы қаласында. Жолдасыңызда көлік бар ма? Жоқ, ода жоқ. Ол да мемлекеттік қызметші болған. Қазіргі таңда өз еркіммен мен басқа қалаға ауысуыма байланысты Астана қаласында жұмыс атқарғанмын. Қазіргі таңда жұмыстан шығып кетті. Сіздің артыңыздан бірге жүру үшін, дұрыс қой енді, әйел адам бірге жүрген. Ал енді өзіңіздің жолдасыңызды бір мемлекеттік жақсы жерге орналастыратын? Жоқ, менің жалпы өзімнің ұстаным былай айтқанда конфликт интересов дейді ғой. Сол болмау мақсатында менің жақындатпайсыз шамаға. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында енді мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департаментіне жұмыс атқару кезінде менің осы қызметке тағайындалғаннан кейін өзіме қойған талабым
менің туысқандарымда, жақын мысалы жұбайымда мемлекеттік қызметте барынша жұмыс істемеген дұрыс. Себебі ол енді басқа да факторлерге алып келуі мүмкін. Сосын жаңағы сөзде қаңқу жаман дейді, түрлі әңгімелер шығып кетуі. Иә, сол жан-жақты объективті болу үшін, мысалы, егерде енді менің жақын туысым немесе жұбайым сол мемлекеттік органда жұмыс істейтін болса, менің объективтілігім жоғалып кетуі мүмкін ғой, соған қатысты. Сол себепті ол факторлардың барлығын жою мақсатында қазіргі таңда енді менің жақын туысқандарымда, жұбайымда мемлекеттік қызметте істейді деп айта алмаймын. Олардың барлығы не жеке секторда немесе тым жұмыс істемейді. Ал енді кәсіппен айналысатын ініңізге қандай да бір қызметтік лауазымыңызды пайдаланып, жағдай жасап, бір көмек жасап көрдіңіз бе? Әлде ол сізден көмек сұрады ма? Көмек сұрайтындай ол салада жұмыс істемейді, себебі мен жалпы мемлекеттік қызметте істегендіктен оның саласы қатысы жоқ, құрылыс саласында қызмет атқарады. Сол себепте екеуміздің қызметіміз бір-бірімізбен ешқандай байланысты жоқ деп айтсам болады. Жалпы мансап жақсы көресіз бе? Мансап жақсы көрем деп айта алмаймын, себебі бірақ жаман да көрмеймін дейсіз. Енді кез келген өзіңе мақсат қою керек, кез келген азамат. Сол мақсатқа қол жеткізу үшін, мысалы, белгілі бір индикатор мен көрсеткіштер болу керек. Ал енді болашақта өзіңізді қай қызметте көргіңіз келеді? Жақсы, енді қазір енді лауазымыңыз бас мемлекеттік қызметші дейікші өңірдегі. Ал ертең қай жерден, бәлкім министр болғыңыз келетін шығар? Енді кез келген, былай айтқанда, солдат генерал болғысы келеді дейді ғой. Сол сияқты мүмкін енді оның барлығы маған да байланысты емес. Біріншіден ол Алланың қолында, жалғыздықтан озыныш жоқ дейсіз ғой. Екіншіден шешім қабылдайтын азаматтарда оған қатысты тиісті өзінің ұстанымы, өзінің шешімі болатын болса, жалпы мен еліміздің немесе кез келген, былай айтқанда, саланың дамуына өз қызметімді, өз жігерімді әрқашан қосуға дайынмын. Қай салаға салса да, жаңағы өзіңіз айтып өткен жаңа Қазақстанды құру үшін әркім өзіне жауап беріп, дұрыс. Әрқайсысы өзінің үлесін қосуға дайын болу керек. Ал енді көбі мемлекеттік қызметке жаңа бара бермейді біріншіден. Бірақ соңғы кезде қызығушылық жаңа қайтадан артып келе жатыр деп есептеймін. Мемлекетке қызметке баруға ниет жастардың көбін көрдім өз басым. Біреулер қызығады, біреулер қызықпайды. Жалпы мемлекеттік қызметші болу үшін қандай адам болу керек? Шыдамды болу керек бұлар бір жағынан. Я болмаса бастығың айтса ойбай ләббай тақсыр деп басыңды иіп, сол неге айтады, соны істеу керек. Я болмаса көңілін табу керек. Оңтүстіктегі сияқты айтқанда, оңтүстік тілмен айтқанша, өзін қалай ұстау керек мемлекеттік қызметке? Үнемі заңға бағынып жүрейік, үйтейік, бүйтейік деген әңгімеден де көп жағдайда шаршады халық. Тазасын айтыңызшы. Кез келген менің ойымша, мысалы, қазіргі таңда мемлекеттік қызметке кіріп жатқан жастарға айтарым, қызметін атқару кезінде әрқашан адал, әділ, ашық болу керек. Енді ашық бола берсең тағы болмайды. Ертең біздерде бір түсінік бар ғой. Еңкейе берсең, жаңағы жүлкеңнен шығып еңкейте береді, басына береді. Ал енді өзің қарсы шығатын болсаң, ертең ойбай мыналар оңбаған екен. Ашық деген ол сен тұрақты негізде еңкейе беру керек емес қой. Ашық деген өзің қызметіңді атқару кезінде сен заңға сәйкес тиісті шешім қабылдау керексің. Ол ашықтық қағидасында. Сабырлық керек сияқты ме? Сабырлық керек. Сонымен қатар клиентке бағдарлану қасиеті де керек. Себебі кез келген, мысалы, сен қызмет көрсетуші ретінде өзің клиентіңе, тұтынушыңа тиісті тіл табысу қабілеті де болу керек. Яғни клиент деп қабылдау керек жаңа. Иә. Себебі қазіргі таңда біз сервистік клиентке бағдарланған мемлекеттік аппаратты құру жолындамыз. Сол себептен қазіргі таңда, мысалы, сен өзің қызметіңді атқару кезінде сен тұтынушыға бағдарлану керексің. Оның қандай талаптары бар, соған сәйкес сен бейімделу керексің. Бірақ кейбір жағдайда енді жұмыс тәжірибесі көрсеткендей, кейбір мемлекеттік органдарда ондай қағидат сақталмайды. Сол себептен біз кезең-кезеңмен аталған қағидатты енгізу бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Соған қоса сіз жаңа айтып отырсыз, жастардың қызығушылығында
Тағы да біз қазір мемлекеттік қызметте ашықтықты енгізіп жатырмық. Ашықтық дегенде конкурстық рәсімдердің өзіне ашықтығын енгізу. Яғни әке, көке, бәке, сәке дегендер болмайды, солай ма? Оны толығымен біз адами факторды жою мақсатында қазір Автоматтандырылған. барлығын цифрландырып жатырмыз. 1-шілдеден бастап конкурстық рәсімдердің барлығы біздің облысымызда онлайн форматта өтетін болады. Ол деген арнайы e-қызмет gov.kz сайты бар. Сол жерде кез келген үміткер жаңағы лауазымға, конкурсқа қатысушы сайтқа тіркелген кезден бастап оған ID номер беріледі. Және мемлекеттік орган, жаңағы конкурсты өткізіп жатқан мемлекеттік органмен басқа да қатысушылар оның аты жөнін көре алмайды. Тіпті кім екенін білмейді. Иә. Сол қазіргі жүйемен тағы да бір айырмашылығы, неғұрлым сен көп балл жинайсың, соғұрлым сен сол лауазымға тағайындалуға мүмкіндік жоғары болады. Өзіңнің ұпайыңа, біліміңе, парасаттылығыңа байланысты дейсіз ғой. Енді мына сұраққа жауап беріңізші, қысқа да нұсқа. Саясаткер мен шенеуніктің айырмашылығы қандай? Саясаткер саясатты қалыптастырады және оны іске асырады. Ал жаңа сіз айтып отқан шенеунік деген ол Жергілікті атқарушы билік, былай айтқанда атқарушы билік. Мемлекеттік қызметші өзінің қызметін атқару кезіндегі заңдармен белгіленген нормалардың аясында қызмет атқаратын адам деп айтсақ. Ал саясаткер олай емес. Саясаткер ол былай айтқанда саяси тұрғыда саясатты іске асыратын және қалыптастыратын тұлға. Яғни саясаткердің деңгейі үлкен бе шенеуніктен қарағанда? Саясаткер ол жалпы былай айтқанда мемлекеттің дамуына белгілі бір проблемаларды шешу жолындағы шешім қабылдайтын азамат. Жалпылама. Иә, жалпылама. Ал олар механизмде отырған. Иә, олар былай айтқанда жаңағы мемлекеттік қызметшілер сол бастамаларды нақты іске асырудағы былай айтқанда қызметкерлер. Жақсы. Жаңа Қазақстанның жаңа реформаларының бірі дейміз ғой, жалпы мынау кадр саясатына да тікелей қатысы бар. Екіншіден сайлау заңының тәуелсіздік жылдары тіптен болмаған бір оқиға қағидат бар. Мысалға, ауыл әкімдерін сайладық. Президенттің тікелей өзінің бақылауында болған. Содан кейін ауданға көштік. Өзіңіз білесіз, өткен жыл пилоттық облысымызда 3 аудан әкімін сайлап алдық. Жалпы мына тағайындаудан гөрі сайлау деген демократияға жақынау нәрсе ғой. Солай ғой. Жақсы, ана конкурстарыңыз өзіңіз ол енді ашықтық, жариялылық, ол жерде де адами факторлардың болмаған жақсы деген бәрі дұрыс. Бірақ осы облыс әкімдерінде бәлкім болашақта сайлап қалуымыз мүмкін. Солай ғой. Мүмкін, иә. Сол дұрыс деп есептейсіз бе? Енді кез келген сайланбалы лауазымға келген азамат оны сайланған адамдардың алдында бір есеп беру мүмкіндігі бар. Жауапкершілік артады. Сол себепте мысалы мен өзіме уәде берген былай айтқанда уәделерімді іске асыруда соны қалай кейін жауап берем деген былай айтқанда фактор ие бар. Ал тағайындалған кезде кейбір жағдайларда мүмкін белгілі бір индикаторлар мен көрсеткіштер болуы мүмкін. Бірақ халық алдында кейбір жағдайларда ол сен істеп жатқан жұмысыңа қанағаттану деңгейі төмен болуы мүмкін. Төмен болса, кері қарай арыз жазып, сайлау комиссиясына лауазымнан алып тастай алады. Себебі бұл демократиялық үрдіс қой, кері байланыс әрқашан болу керек қой. Сол себептен сен белгілі бір жерде, белгілі бір лауазымды іске асыру кезінде, мысалы сен жауапкершілікті сезіну керексің. Егер де мен осы мысалы дамуына, аудан болсын, ауыл дамуына ешқандай үлес қоспай жатсам, ешқандай жай ғана жүрсем, жағдай өзгермей жатса, жұмыс орындарын инвестиция тартпай жатсам, мені алып тастайды деген ұғым болу керек. Сол себепті... Яғни халық өзі сайлады, өзі алады деген сияқты. Жақсы. Соңғы сұрақ. Отбасыңыз туралы. Бас мемлекеттік қызметші ретінде өңірдің отбасы ошаққасыңыз туралы білгісі келетіндер де болар. Қанша балаңыз бар, жолдасыңыз, бауырларыңыз, ағайын тумаларыңыз, қай жақтың тумасыз? Жалпы өзім 88 жылы оңтүстік Қазақстан облысында Кентау қаласына дүниеге келгем. Дарын мектебін бітіріп, сосын 2006 жылы... Беске оқыдыңыз ғой?
барлығы 5 деп айта алмаймын енді. Бірақ жақсы. Жақсы бітірдім деп айтсам болады. Сосын Қазақстан экономикалық КИМЭП дейді ғой. КИМЭПте оқыдым. Оны бітіргеннен кейін мемлекеттік қызметке түстім. Содан әрі келе жатсыз. Былай айтқанда қазіргі таңда мансаптық модельдің іске асудағы мысал ретінде деп айтсам болады. Орталық аппаратта барлық деңгейде жұмыс атқарып, қазіргі таңда. Бұл қай орталық аппарат? Президент әкімшілігінде? Жоқ, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің орталық аппаратында бас сарапшы лауазымынан бастап, директор департаментінің орынбасары лауазымына дейін жеткен болатын. Президенттік кадр резервінің іріктеуінің қорытындысы бойынша өңірлік департаментті басшы ретінде басқару лауазымы ұсынылған болатын. Соның негізінде қазіргі таңда 2022 жылдың шілдесінен бастап осы жерде қызмет атқарып жатырмын. Жақсы. Осы тұста мен біздің көрермендеріміз болар енді осы мәселеге қатысты. Неге Батыс Қазақстанда Батыс Қазақстанның тумасы болу керек міндетті түрде? Неге басқа жерлерден алып келеді деген позицияда да адамдар жоқ емес, бар екен білем. Сондықтан да менің түсінігімде де, бәлкім сіздің түсінігіңізбен де сәйкес келер, қазақтың даласында қай қазақ қай жерде жүріп қызмет етсе де, жемісті жұмыс көрсетсе, алалайтын да, бөлетін де түгі жоқ. Барлығы алаш үшін, қазақ үшін қызмет етсе, соның өзі үлкен нәтиже. Себебі бөлінгенді бөрі жейді дейді қазақ. Жаңа мен айтқандай, мысалы кез келген мен қай салада өз үлесімді қоса алатын болсам, сол салаға мен дайын болу керек. Сосын жаңа сұраққа толық жауап беретін болсам, жалпы жанұямызда 3 ұлмыз. Мен ең үлкені тұңғыш болып табыламын. Менен кейін тағы 2 туған інім бар. Жанұямда жалпы жұбайым және қызым, ұлым бар. Ұл қызыңыз бар? Ұл қызым бар. Мектепте оқи ма? Біреуі қазіргі таңда мектепке дайындалуда, екіншісі балабақшаға барады. Мектепте қазақ мектебіне бересіз бе? Міндетті түрде қазақ. Үйде қазақша сөйлейсіздер? Тек қана қазақша деп айтсам болады. Енді кішкентайлар қазір жолдасыңыз аздап орысша сөйлейме әлде? Жоқ, жолдасым емес. Кішкентай балдар енді жаңағы телефон басқасы. Контент, видео дейді, телефон көп жағдайда орыс тілінде болуына байланысты кейде орыс сөздерін қосып қалуда. Бұны мойындап тұрғаныңызға да рахмет. Кейбіреулер айтады, иә, бәрі үйде қазақша, бәрі тамаша деп. Жоқ, енді орыс тілін қосқан кезде, мысалы, оның қазақша тілде осындай атылады деп, осындай айтсаң болады деп мен үйретіп отырамын. Сол себептен, мысалы, кейде иә өзімде орыс тіліндегі сөздерді де қосып жіберемін. Оны мен қазір ашық айта аламын. Жоқ, енді өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті дейді. Өзге тілде сөйлегеннің айыбы жоқ. Ең бастысы өз тіліңді білу ғой. Иә, мысалы, мен орыс мектебін бітіргем. Орыс тілінде мектепті бітіргем. Университетті ағылшын тілінде бітіргем. Өзім бірақ жанұямда қазақ тілінде сөйлеймін. Қазақша сөйлеп отырғаныңызға шүкіршілік дейік онда. Студиямызға келіп, ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Бізге берілген аз уақытта өз мәресіне жеткен екен. Жұмысыңыз жемісті болсын, оңай емес. Елге қызмет етіңіз, елдің алдында адал болыңыз, ел сыйласын деген тілек айтамын. Рахмет. Құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, бүгін міне керемет жақсы қысқа да нұсқа абай айтқан жұп-жұмыр тегіс келсін айналасы деп теп-тегіс жұп-жұмыр сұхбат болды. Иә, мемлекеттік қызметте қызмет ету оңай емес, елдің батасын алып жүресің, я қарғысын аласың. Ол енді айдан анық. Бірақ Қазақстан тарихында білікті басшылар, мықты лидерлер көп болған. Сондай азаматтардан біз сабақ алып, сондай азаматтардың ізімен жүрсек, Құдай қаласа, қазақтың барлығы бағыт алған жаңа Қазақстанда да үлкен берекелі мамыражай күндер болады деген сенім мол. Бізде бүгін қонақта болған Мұрат Сейілбекұлы Байсалов, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңес төрағасы. Келесі кездескенше аман-есен болайық, пікір жазып, лайк басып, біздің әлеуметтік желідегі парақшамызды бөлісе отырыңыздар. Қазақша контент дамысын.